Шықса қорған үміттің қалап өмірдің теңізінен жол таба алса екен кемем желкенді тіккен қиялдағы кемем қорықпашы толқыннан ашық болды аспан өмірдің теңізінде жүзген желкенді қиялдағы кемем мектебімізге, ұстаздарымызға бізде сонау бірінші класстан бастап о баста келген А әрпін үйретіп Нұршағи апайымыз бен Бибігүл апайымызға одан кейінгісін 5-ші сыныпқа көтерілдік. Ол кезде баштауыспен қоштасқан едік. Енді міне мектеппен де қоштасып барамыз. Рахмет сіздерге.
мектеп қайта есігін ашпас енді. Өмір бастас, ақылды, ақша шөңді, басқа шенді үйретер бар сабағы. Қоңыраулар соғылар басқа шенді, былтырғыдан басқаша биыл демек. Білімің мен ақылың, күйің бөлек. Енді басқа жиын, той, киім керек. Енді саған шынайы сүю керек. Сұрақ басқа, оп-оңай шешілмейді. Жаса қанша тентектік, есірмейлі. Мектептегі мұғалім кешіргенмен, өмір қатал, ол күнде кешірмейді. Даусыз ол күн есіңде сақталар. Жазылмаған өмірдің ақ парағы. Жаңа дастан күтеді, жазуыңды тылар. Кездеседі дауылда, дабылда көп. Дамылдама, қаймықпа, қабылда кеп. Үлкен ойдан үлкен іс туар. Ойла, болашақтың тағдыры қолында деп. Уақытта емтиханалар. Ол сені қорқыта алмас. Көңілге сенім қонсын. Мектеп қайта есігін ашпасы. Билет алды өмір бастас. Ақылды, ақша шөнді, басқа шенді үйретер бар сабақ. Қоңыраулар соғылар басқа шенді, былтырғыдан басқаша биыл оп-оңай шешілмейді. Жаса қанша тентектік, есірмейлі. Мектептегі мұғалім кешіргенмен, өмір қатал, ол күнде кешірмейді. Даусыз ол күн есіңде. Ал енді құрметті бүгінгі бір класстан бастап мектеп табалдырығын аттап бүгін ұл-қыздарымыз жоғарғы 11 класты бітіріп үлкен қошеметті қуанышпенен ата-аналарын, ұстаз мұғалімдарын барлығының басын қосып бүгін мектептеріменен соңғы қоңырау қоштасу үйін өткізіп жатыр. Енді мен бүгінгі 11 класс бітіріп әр тарының жолының асу белең кезеңдері көп. Алдарыңда әлі не асқар таулар, не бейіттерің шыңдар кезіген. Соның әрі қайсына қайыспай, қанаттарың талмай, жүректерің толқып жасымай, ұшқан қыран құстың қанатындай қалқып, армандаған мақсаттарыңа жетіңдер. Алла дендеріңе саулық, білімдеріңе қуат берсін. Мынау үшірған ұяларыңа айтқан жалынды үндеріңнің барлығын естіп, ата-аналарың барлығына толқып отыр. Сол ата-аналарыңның ойлаған ойынан шығатұғын, болашақта қоғамға, отанға бір ие болатұғын жақсы азаматтардан болып шығуларыңды тілемекшімін. Рахмет балаларым, қанаттарың талмасын. Аллаху акбар. 1987 жылы осы мектепті аяқтап шыққан менің сыныптастарым мақтанышпен кеудемді кере отырып, осы мектепке 5 жылдықта, 10 жылдықта, міне 20 жылдықта оралып, ыстық ұяны қимай жүрген сыныптастарымды ортаға шақырамын. 20 жылдық кездесуге келген осы мектеп түлектері, сынып жетекшілері Гүлнара Мұстафақызы мен Рая апайымызды ортаға шақырамын. Ендігі сөз 20 жылдық кездесуге келген түлектерде. Көпшілік қауым, Қарауыл ауылының тұрғындары, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, құрметті құрбы-құрдастар, сіздерге аса құрметпен сәлем бере келген алдарыңызда тұрған, бұдан 20 жыл бұрын осы Алтын ұя мектебімізден түлеп шыққан шәкірттеріңіз. Ендеше сіздерді бүгінгі қуанышты
білім мерекесімен құттықтаймыз. Енді осы салтанатты тойымызды бастамай тұрып, осы мектеп қабырғасында өзіміздің аяулы да ардақты ұстаздарымыз бақилық болған, және құлынтайдай тегіс өскен құрбы құрдастарымыз бақилық болған. Сол кісілерді бір минут еске түсіріп, бір минуттық үнсіздік жариялаймыз. Мұрат ағамызға, Хасен ағамыз, Шәріпхан ағамыз, Ахметхан ағамыз, жолдастарымыз Ерлан марқұмға, Мейірхан марқұм, Сейіл марқұм, Ардақ марқұм. Рахмет. Әр төбетте қызметке ілініп, әр ошақта әр жалынға жылынып, әр қайсысын жетектеп бір жас мақсат, әр қайсысын жетектеп бір жас үміт дегендей, бүгінгі кездесуге келіп қалған жайымыз бар. Бұдан жыл бұрын алдымызда не күтіп тұрғанын зерделеп жатпай, айтқанымыз айтқандай келе қалатын, ойлағанымыз ойлағандай орындала қалатындай көрінетін албырт жас кезіміз емес пе? Небір аяулы үміт, ақ қанатты арман, ұшқар қиял жүрегімізге ұялап, әр қайсымыз әр қияда қадам басып жатырмыз. Енді сіздерге арналған ыстық ықыласымызды қабыл алыңыздар. Армысыздар, ардақты ауылдастар, ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. Біз осыдан 20 жыл бұрын 1987 жылы армандарымыз алға жетелеп, осы мектептен ұшып кеткен едік. Қазір әр қайсымыз Қазақстанның әр түкпірінде өзіміздің таңдаулы мамандығымызды алып, біріміз ұстаз, біріміз дәрігер, біріміз кәсіпкер болып еңбек етіп жатырмыз. Біз өзімізге білім берген ұстаздарымызды, сол кезде мектеп директор болған Мұрат Байшоқанов ағамызды, бірінші сыныпта сабақ берген Фарида апай, Рысхан апай, ұстаздарымыз Баян апай, Төкен апай, Гүлзат апай, Мәулет аға, Зейнеғали аға, басқа да ұстаздарды әрқашан жүрегімізде сақтап, ниетпен еске алып жүреміз. Сізге барлық сыныптастарымның атымнан басымды иіп, алғыс айтқым келеді. Біздің сыныптастарымыздың балаларының алды мектеп бітіріп, жоғары оқу орындарында оқып жатса, ал ең соңғысы енді дүниеге келмекші. Бүгін міне бірінші сынып оқып, кейбір кластастарымыздың балалары мақтау қағазын алып жатыр. Соларды құттықтап, жол тілеймін. Сабақтарын тек қана 5-ке оқып, мына алдыда тұрған жас түлектер сияқты ертең арман қуып, жақсы бір азамат болып, дүниеге кірпіш болып қалансын деп тілеймін. Осы Алтын-Ұя мектебімізді қай жерде жүрсек те үлкен мақтанышпен еске аламыз. Мен өзімнің ұстаздарым, ағылшын тілінен дәріс берген Баян апай мен Гүлзат өз ағылшын тілін жеткізсем деп ойлаймын. Dear my teachers, thanks a lot. I wish you good health, happiness, wealth, and successes in your life. I'll never forget you and keep you in my memory as the dearest people of my life. Thank you. Құрметті ұстаздар, мына енді біздің енді класстастар атымыздан 87 жылғы бітірген түлектер атынан мектепке деген бір сияпатымыз бар, соны қабыл алыңыздар. Мектеп қабырғасына музыкалық орталық және содан кейін біздің Бақа деген азаматпен ақылдастықта осы мектеп қабырғасында істеп жүргеннен кейін бұл кісіге не керек деп едік, өзі су тасу жаныма батып кетіп бір мотор алып беріңдерші деп осып. Мотор 30 метр шлангысымен
белгісіз бір жағдайлармен келе алмай қалды. Бірінші класста сабақ берген Фарида апайымыз, Арысқан апайымыздар келе алмай қалды. Жаңағы 10-шы класс бітірген кездегі мұғалімдеріміз келіп тұр, сол кісілерге қысқа толқынды пеш Рая апайға. Және Гүлнар апайымызға сұранымсыз азаматтары. Жаңа кешірімсізден бір ұмытып кеттік, жаңа Майка класстасымыз сонау Ресей жерінде жұмыс істегендіктен, сол жақтан мектеп қабырғасына өзінің атынан жапондық DVD берілген отыр. Содан кейін Шамшари апамызға осы мектеп қабырғасында өмір бақи жұмыс істеп зейнетке кетіп отырған қысқа толқынды пеш. Және Мәуліт ағамызға қысқа толқынды пеш. Бұл кісі де осы мектеп қабырғасынан зейнетке кетіп отырған ұстазымыз. Енді біз өзіміздің кезімізде физкультура сабағынан беретін мұғалімдермен еңбек мұғалім қатты жақсы көретінбіз. Өйткені ең жеңіл сабақтар ғой. Тағы да бір мынау бүгінгі мектеп бітірушілерге қанаттарын қатайып, биікке, қыран құстай биікке салмаңдар демекшіміз. Енді мынау жаңа айтып жатыр ғой, 11-ші класты алтын белгімен бітірген Мамырбекова Бақыт Ертарғын қызына 20 жылдық кездесуге келген ағалардың атынан DVD. Мынау жаңа айтып жатсыз ағалардың атынан. Әділет. Тағы да бір үздік оқушы Иманғалиева Дианаға ақшалай ағалардың атынан. Және оған мылтық мектеп. Біз де жек көстереміз. Рахмет беріңіз. Енді бір ән жолдап деп отырмын, жерде музыканттар бар, бақа өзің енді. Ал енді құрметті қауым, бүгінгі мерекеге жиналған. Ең бірінші мен осы мерекеге қатысып отырған еңкейген кәрі, еңбектеген жас барлықтарыңызға сау сәлемет жүрсіздер ме деп сәлем бергім келеді. Ал енді негізде бүгінгі мерекенің иегері 2007 жылғы оқу жылының түлектері бүгін мінекей мектепті бітіріп, өмір деген алдарындағы тұрған кезеңге қадам басқалы отырсыңдар. Сондықтан да сендерге қадамдарыңа сәттілік тілеймін. Қастарыңда бір Құдай қалай жүріп тұруды, қалай оқуды, қалай істеуді үйретіп отыратын енді мұғалімдерің болмайды. Өздерің сол өмірде орындарыңды табасыңдар. Ал енді оған сендерге осы мектептен алған білімдерің, оған қоса, біліммен қоса егізден бірге жүретін еңбек сендерге жол сілтейді деп ойлаймын. Аты аталған уақытта мен енді жайшылықпенен естіп тұра алмаймын, өйткені бұл мектеп мен үшін өте ерекше. Мынау жиналған оқушыларды бар, құрметті аяулы Қарабұлақ тұрғындары. Мен осыдан 23 жыл бұрын Мұрат аға Мақаншы районасынан алып келген, орыс тілі маман едім. Мен ойлаймын, мен жолым болғыш кісі, неге десеңіз, жақсы ұстаз кездестірдім.
ол Мұрат аға мен Қасен ағаның арқасында қай жерде жүрсем де сыйлы маман атандым. Ал енді мерекелеріңіз құтты болсын. Тойларың құтты болсын, түлектерім, нұрмен жыр кернеп тұрған жүректерін, бітірткен бұл мектепті жетекшедім, бәріңнің қадамыңа гүлектенмін. Жаратқан барлығыңа жасадуя, атана кенеледі атағыңа. Кейбірін қиырасып алыс кеттің, шетелдер Араб елі Жапония. Елменен жерге енді панасыңдар, еңбек шыңдарымен жанасыңдар. Болғанда бірің әке парасатты, біреуің айдай толған анасыңдар. Ең күшті мектеп еді мектептерің, қиялмай бұл мектепті кетпеп едім, айналдым барлығыңнан мөлдіреген, ұл қызы отан үшін терін төккен. Қашанда бар болыңдар, ар болыңдар, туған жер жайын ойлап толғаныңдар, алаңсыз алакөлдей шалқып тасып, барлығың жүрегіме орнадыңдар. Келеді өмір таным атып менің, көңілде сендер барда жасып едім. Адам бол, әз арулар, азаматтар, аман бол, қайда жүрсең шәкірттерім. Ой өмір деген, қараймыз болашаққа сенімменен. Мен жап-жас мұғалима келіншекем, сол шақты есім алсам көңілденем. Бақыттың гүлін еккем осы арада, байлаған ырыс. Жастар едік, бәрімізді өмір бастап едік, бәрімізде жазылмаған тастар едік, армандастар қорғандар, бір көрдің өмірген аспан едік, бәрімізде армандастар қайда, асфальттар қайда, жамандастар қарғырыстар қайда екен. Біздерге білім беріп тәрбиелегендеріңізге Армандастар қайда, абзалдастар қайда, қуаныстар қарлығыстар қайда екен. Өмірген аспан еді, бәрімізде өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығыстар қайда екен.
Klaslas uyamasın, alsakta uğramın uyalasın,
жана бала кезде досторыңды есіңе жия аласың. Жастықтың жақсылығын біз өткенбіз, қандай бір капитанмен жүргенбіз. 20 жылы бұдақылың есінде ме, Болыбек 17-де жігітпен қыз. Ал енді құрметті ұстаздар, құрметті қорғау құрдастар, мынау енді 20 жылды артқа тастап, міне бүгін бас қосылығымыз 20 жылдан кейін. Енді сіздерге арналған дастарханның сіздер дайындадыңыздар. Ал енді сіздерге көтерілген көңіл күй тілейміз, жақсылап демалыңыздар. Өтеді ғой өмір деген көңілденем демекші. Ең бірінші сөзді өзіміздің класс жетекшіміз 2-ші кластың Рая апайымыз бен Гүлнар апайымызды бұл очередке Құрметті 87-ші жылғы түлектер, бүгін міне барлықтарының бастарыңды қосып, бірін-бірін сағына көрістім. Жатырсыңдар. Айтатын сөзімді ұмытып, өз бағындырмын. Осы мектептің қабырғасынан шыққанда бағанада айттым ғой, 17 жастағы тұрмышағы желбіреген қыздар мен жігіттер едіңдер. Бүгінде мінекей үлкен салауатты азамат пен азаматшалар болып келіп отырсыңдар. Бір бастарың 2 көп, 2 бастарың 3-4 көп, 5 көп, одан да ұлғайып үлкен бір семья болып келіп отырсыңдар. Айтып жатырсыңдар ғой, Алланың алды мектеп бітіріп жатыр деп, соңғы бұйырса дүниеге келетіндер. Міне осылардың барлығы да қуаныш, бұның барлығы да жақсылық. Сондықтан да семьяға болған семьяларға, балаларға бәріне де бір ауызбенен құтты болсын, дендері сау болсын, жастар ұзақ болсын, семьяларымен бақытты болыңдар, еңбектерің жемісті болсын деп тілеймін сендерге. Енді тағы да қайтадан айтамын. Мен ақыл айтатын емес, жүрмей сендерден ақыл сұрайтындай жағдайдамыз қазір. Сендердің ақылдарың толысып, кабинетке келіп, әртүрлі салада еңбек етіп жүрсіңдер. Сондықтан ақыл айтуды мен артық деп санаймын, дегенмен де сол енді қанға сіңіп кеткен әдетпенен тағы да сендерге жақсылық болсын деймін. Ең жақсысы қайда еңбек етсеңдер де, білім алсаңдар да, қай жерде жүрсеңдер де, жақсы ізгі қасиеттерден айырылмаңдар. Бойларында мейірімділік, адамгершілік, бір-бірлеріңе деген қарым-қатынаста жақсылық қалыптассын дейін, бір-бірлеріңді ұмытпай, ылғи да өстіп, бастарын қосып тұрсын. Мына биылғы келіп, осы бас қосып отырғандарына мен өте ризамын. Осындай бас қосулар бола берсе екен дейміз. Өйткені сендеріңді бітірген 20 жылдан бері ғой, бір-біріңді 20 жыл бойы көрмегендерің де бар шығар. Иә. Сондықтан
жақын адамның өзі де жат болып кетеді дейді ғой, бір-бірімен араласпаса. Сонда сендер класстас екендеріңді ұмытпай, класстас деген ең бір жақсы 10 жыл бойы өздерінің бір қызықты өмірлеріңді, небір әртүрлі жағдайларыңды бастан өткізіп бірге жүрдіңдер. Біздің білмейтіндеріміз көп. Қайта мұғалімдер, біз сендерді сырттан қанша бақыладық десеңдер де, біздің білмейтін жақтарымыз көп, бірақ өздеріңіз бір-бірінің сырларыңды сендер бізден жақсы білесіңдер. Сондықтан да міне бастарыңды қосып сырласыңдар. Бір-біріңе деген өздерінің сағыныштарын осындай басқосуда білдіріңдер, жақсы өткізіңдер, сәнді, мәнді, көңілді өткізіңдер демек не айта берем енді. Барлықтарына жақсылық, қуаныш тілеймін. Рахмет. Жоқ, орысша сөйлемеймін. Мен осыдан 20 жыл бұрын бүкіл іс-шараның бәрін орысша өткізетінбіз. Содан енді қалаға барып қазақ болдым, қазақ тілін оқытам, бірақ орыстарға. Сонда бір ғой, бірінші заводымыз енді ауа райы деген сөз бірге жазыла ма, бөлек жазыла ма білмейтінмін, бірақ та алып кеттім. Қазір қазақ тілін оқытамын. Ал енді бір ғой, мен бірінші сынып алған кезде 8-ші класс. Ұлдарға шыны керек, мына Саман сияқты жігіттерге бағындыра алмайтынмын. Қыздарға тапсырам да, өлеңді жаттатыра беремін. Өзім шығып кететін. Райгүл бар, Әлия бар, Айнагүл бар, бәрін тізіп, соның бәрін жаттатырып, сөйте беретін. Ал мектеп неге десеңіз, ол 40 жыл болды, мамам енді қайным болды. Ал енді биттей кездерінде алғам, мен осымен 20 жыл уақыт өтті. Қарабұлаққа айтар алғысым көп. Менен қандай тамаша қыз жігіт болып, біреулерін ана болып, біреулерін әке болып өскесіңдер, оған өте қуаныштымын. Ал енді кішкене мен қайталанатын болып тұрмын. Өтеді ғой өмір деген, қараймыз болашаққа сенімменен. Мен жап-жас мұғалима келіншегем, сол шақты есіме алсам көңілденем. Бақыттың гүлінген осы арада, байлаған ырысымды болса маған, ұстазға ұстаз болған жүрегімен мәңгі есте Мұрат аға, Қасен аға. Сондағы ағапалар, армысыздар, ағарып күнде атқан аңғысыздар. Дейтұғын орыс бала еркелетіп, сіздердің бәріңізге алғысым бар. Келіп ем 8 айлық нәрестемен, артық сый, артық құрмет дәметпеген, үй беріп басымызға бақыт сыйлап, қолдаған үлгілерді ерең берем. Толқимын, толғанамын есіме алып, қашанда Қарабұлақ кеші жарық, сары қыз ұмытыпты деп жүрмеңіздер, алысқа Алматыға көшіп алдым. 20 жыл тойы тұрға өреңдердің, көрдік біз өркендердің көгергенін, көрейік енді бұл жастардың шындардың басыменен теңелгенін, деп сіздерді әрқашан биіктікте көрейік, жеңістеріңізді естіп қуанайық. Анау Алматыда жүріп, Қарабұлақ мектебін аты аталса, сондай қуанып, сондай бөсем, сондай бәріне бөсем. Анау Алматыдан гөрі Қытайға жақын қалаңдар, әрқашан амандықтарын көрейін. Қысқа сөйлейін көрмейін. Рахмет, құрмет. Әлемді қадырмен сағылауымызға қажет ұстайды. Ustad
жұрттың әлі қандай қоштасып біз қосқандай барлығы ағайын аман болсын өттерейік қайыр достар махаббат үшін өтілген нәзік үміттер қайыр жалғансын өттерейік қайыр достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жандостар үшін өттерейік қайыр достар махаббат үшін өтілген нәзік үміттер қайта жалғансын өттерейік қайыр достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жандостар үшін өттерейік қайыр достар махаббат үшін өтілген нәзік үміттер қайта жалғансын өттерейік қайыр достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жандостар үшін Ең алғаш орын берген кезімізде осы шоленен біздің ең жақсы қуаныш етексіз болған осы Дариға апайымызды есімізден ешқашан шығарып көрген жоқпыз. Дариға апайымыз келіп отыр, рахмет сіздерге. Содан кейін осы ауылымыздан шыққан өзіміздің ұстазымыз бұл кісінің жолбасы келе алмай қалып жолбасын шақырып қойдық. Жүзік апай сізге рахмет. Содан кейін жаңағы айтып жатырмыз ғой, он бітірген кезімізде жаңағы 20 жылдық мерейтойларында тойлап жатыр, біздің тоймен қатарлас болып отырған Нұрман ағамыз отыр міне. Енді осы кісілердің бәріне сөз кезегін берсе екен. Ағайынды құрметті достарым, 20 жыл бұрынғы 1987 жылғы мектеп, мен сол 86-87 жылғы жылда осы мектепте ең алғашқы соңғы келген едім. Ең соңғы мектеп оқушы болып жүрген соңғы оқушыларына ұзақ берген ойбай үнемі бір алғашқысы барлығы құрметке қадірлі жатасыздар. Содан сендердің құрметтеріңді лайық алғысымды білдірейін деп келіп жатырмын енді. Әсер бұл менің өз сізге рахмет құрметтеп жатқандарына не айтамын енді. Кеше бүгінгі 2007 жылғы мектеп сияқты бүлдіршін қыздар менен жас бозбала жігіттер едіңдер. Бүгін міне есейіп балалық балды өздерің өткен алтын мектептеріңді қимай келіп бас қосып сіздердің ол енді сендердің бір-бірлеріңе деген сағыныштарың, татулықтарың, бір-бірлеріңнің берекелеріңді қуанып отырмыз. Сендерге мықты денсаулық тілеймін, жанұяларыңа бақыт тілеймін. Бала-шағаларыңыз ойын көріңдер, алдыңғы аға апа, алдыңғы аға буындардың жолын берсін сендерге. Нені істі бостан 10 жылдан кейін 30, 40, 50, 60 келесілерге келе беріңдер. Мынау көрші ауыл Аташы бұрынғы ауданымызда Сейфуллин орта мектебінде 50 жылдық 60 жылдық кездесу өтіп кеше айтты. Соған жетіңдер сендер де, аман-есен болыңдар қайда жүрсеңдер де. Сендер де маңыздай арасында еркелеп жаңағы ол кезде қазіргенмен шыққанша шет тілінде жалғыз кетесіздер қазір бұрасыздар ма? Аян, Әмір, Сакен келген ақ келді. Айтады мұғалім байытып отырдаршы деп солар есінде қалып келді. Сол еркек жауапты бұрын осы мектептен түлеп шыққан шәкірттер бүгін сендердің алтын мектептерге оралып жатқандарын біз үшін үлкен бақыт саналып жатыр. Шәкіртімен бір сәтті кездесу ұстаз үшін ол үлкен бақыт. Сондықтан бүгін міне күндізден бастап түлектердің келіп жатқанына барлығымыз қуанып жатырмыз. Енді мен мына ойлап отырсам, ана фотоларына қарап отырсам, өзімнің ең бірінші еңбек жолымды бастаған екем осы сыныптың балаларымен. Енді ол кезде ойымызда қалғандарына мен мына Аянға класқа сабақ берген енді, осы класқа бердім. Аян оқыған класқа. Аяны бар, класқа бердім. Енді басқаны
мысалда дәл енді осы аязды ұмыта алмаймын, дәл анау әмірді ұмыта алмаймын, дәл мына берікті жаңа көріп бетіңізден сүйіп жатырмыз енді. Бұл деген ең бір сүйікті, ең бір жақсы көретін оқушым болған. Енді не айтам, осы қызық қуаныш жағынан болсын, кездесулерде жиі кездесе беріңдер. Енді бұрынғы кезде өздеріңді оқытсақ, қазір міне осының ішінде балаларын оқытып жатқанымыз бар. Марат пен Айгүлдің жанайымын алғашқы қолдарына қалам ұстатып, міне қазір 8-ші сыныптың оқу озаты. Мына Болат пен Жұлдыздың Сағиын оқытып, әліпбимен қоштастырып, ұшырып жібердім. Енді осындай араларынан, өздерінің араларынан да шәкірттер тәрбиелеп жатырмыз. Енді сендерге сабақ бергелі де менің өзіме де 27 жыл уақыт өтіпті ұстаздық қызмет атқарғаныма. Енді қазір өзімнің 3 балапаным бар, 3 балам бар, жолдасым қасымда отыр, ауылдың азаматы, 2 балам студент қазір, 1 балам қолында. Көршілік ауылдың адамдар бәрі таниды. Енді алыстан келіп жатқан күйеу балалар, келін балалар танымай жатуы мүмкін. Атым Дариға, енді ұстаздық қызмет атқарам. Не айтам енді, үлкен табыстар тілеймін, үлкен жеңістер тілеймін. Енді 40 жылдық кездесуде, 50 жылдық кездесуде осылай бас қосып жүре берейік. Таңертең Жұлдыз бен Болат бар. Сіздің билетіңіз біздің үйде қалдық, енді вечерға шақырып дегеннен кейін келдік. Үйге барып шақырғаннан кейін. Рахмет, елебескер шақырып жатқандарына. Дендерің сау, бастарың аман болсын. Енді жанұялармен бақытты болыңдар, бақытты болыңдар. Сол үшін алғысымыз. Сізде де біле жүр ғой? Көп білем. Жүре береді ол. Қайда ғана Ал енді бүгінгі осы мына Қарабақ ауылында үлкен бір қуаныштың куәгерлері осыдан 20 жыл бұрын мектеп бітірген мектептің түлектері қазір енді бір үлкен азаматша болып жұптарын жарасып үлкен бір кездесуге келіп отырсыздар. Енді жаңа ұстаздарымыз айтып жатыр, осыдан 20 жыл бұрын мен ең алғаш мұғалім болып өзімнің туған ауылыма келіп осы Мәулет ағаның жанында 2-10 сыныптың қыздарына берген. Сол қыздар мен ұлдар бүгін міне үлкен бір отбасының егесі, анасы үлкен семьяның егелері болып келіп отыр екен. Сол қоштасуда барлықтарына айтылған өмір деген үлкен дария деп. Сол дарияда жеркенді беріп ұстаған, жеркені жығылмаған азамат өмірде өз орнын табады дегенбіз. Сол міне 20 жылдан кейін өз орындарыңызды тауып, мықты азаматтар мен азаматшалар болып. Бірген ақпанистердің бастарындағы балалар мен бұл қыздарсыздар. Солай көз алдына елестететін әр ұстаз өз шәкіртінің. Сондықтан мен өзі қысқа, өз нұсқа сөйлеймін. Өйткені барлығын менен үлкен, менің ұстаздарым айтып кетті, мысалы Аяқбайлар айтып кетті. Сіздермен бірге менің де ұстаздық еңбек жолына міне 20 жыл болыпты. Сіздердің құрметтеп шақырғандарыңызға көп рахмет. Әр семья отбасына бақыт тілеймін, қуаныш тілеймін. Осындай тек қана жақсылықта ауылда кездесе беріңдер. Мынандай кездесулердің әрқашан жалғаса берсін. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық дегенде отбасылардың аман болып, барлықтарын түгелдей осы жерде кездесуге тілектеспін. Балалардың үлкен азамат пен азаматшалар болсын. Мен бүгінгі мына компьютерден шығарылған суреттерге қарап, бүгінгі мына оформлениеге қарап, өзіміздің кішкентай осы жерде жүгіріп жүріп, әнмен биді айтқанбыз. Осыны керемет тамаша осылай әсемдеп, мынадай кең дастархан жайып отырғандарыңыз осы заманға сай азамат пен азаматша екендеріңізді білдіріп отыр. Сондықтан да балаларыңызға әрқашан үлгі болыңыздар. Біздің ауылдың, ауданның, облыстың, Қазақстанның үлгілі азаматтары болыңыздар. Бақыт тілеймін, аман болыңыздар, ақ жол тілеймін. Әрқашанда осындай бақытты, жақсы күндерде кездескенше деп мен сіздерге бір жақсы ән жолдап берейін. Әрине мен бірінші өзім жеке орындауда, содан кейін жекедегі жеңгем екеуміз әрине дуэт айтамыз. Біз сіздер де және мен де әлі күнге дейін осы мектепке шәкіртпін, сондықтан да мектебімнен айтып берейін.
Егер жаманшықтар ренжімесіздер. Мектебің қайтарамын, самырет қайнадым, өзіңнен алғанымды өзіңе қайтарамын, өзіңнен алғанымды өзіңе қайтарамын. Әрқашан осы келген азамат болатынына қарағанда біз сол кезде адамдарға айтатын кішкентай кезде осы керемет жақсы азамат болғандарын мен қуанып, сондай әйелдерге қарасам да, келіндерге қарасам да, өзіміздің қыздарға, оларға қарасам да сондай әдемі, әсем, сондай көңіл толып, осы заманға сай болып, сондай сұлу болып отырғандарында әрдайым осындай әдемі сұлу жас болулары тілектеспін. Ой, терлеп кеттім ғой мен. Қалау сақыл едің бір кезде